Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін бізбен бірге сұхбатта Маржан Құмарбекова. 10 сынып оқушысы, қызыл аттестат иегері, білімі мен таланты арқылы биік белестерді бағындырған дарынды оқушылардың бірі. Қайырлы күн, Маржан. Қайырлы күн. Көңіл-күйіңіз қалай? Тамаша. Сіз өте көп жетістікке жеттіңіз, әрине. Оның ішінде көшбасшылық қасиеттеріңіз ерекше. Мұның барлығына жету үшін сізге қандай өмірлік ұстанымдар көмектесті? Өзімнің өмірлік ұстанымдарым жайлы айтатын болсам, ең басты мен өз бойымдағы жауапкершілік қасиетін жоғалтпауға барынша тырысамын. Маған қандай да бір тапсырма берсе, оны тапжылмай орындауға, адамның көңілін босқа қалдырмауға, және де бастаған нәрсемді әрқашанда ең соңына дейін жеткізуге тырысамын. Пәндік олимпиадаларда жүлделі орынға ие болу, мұның барлығы үлкен еңбек пен уақытты талап етеді. Сіз өз уақытыңызды қалай тиімді қолданасыз? Өз уақытын тиімді қолдану туралы айтсам, қазір оқумен байланысты уақытты тиімді пайдалану өте ауырға соғады, бірақ оған қарамастан мен алдымда тұрған қандай да бір жұмыстарды белгілі бір уақытта орындап сап, тек қана содан кейін өз бос уақытымды қолдануға тырысамын. Математика бойынша олимпиадаларға қатысып, өзіңізді жақсы жақтан көрсеттіңіз. Бұл пән сізге ерекше жақын ба? Болашақта осы бағыт бойынша жұмыс істеу жоспарыңызда бар ма? Иә, математика пәні бала кезінен өзіме қызық көрінген болатын. Именно математикаға өзімнің қызығушылығым бар, сол сабақты бар ынтамен оқып, қазіргі уақытта тырысып жүрмін солай оқуға. Себебі өскен кезде IT маманы болғанды мақсаттап жүргенім үшін математика маған қажет деп санаймын. Өте дұрыс. Сіз жалпы білім жағына ғана емес, өнер саласы, яғни би билейді екенсіз. Бимен айналысу сіздің өміріңізде қандай рөл атқарады? Би жайлы айтатын болсақ, би маған көбінесе жай осы оқудан немесе басқа да өмірлік мәселелерден отвлекаться етуге көмектеседі. Өзімді билеген кезде жақсы сезінемін деп айтуға болады, ләззат алып келеді. Жас ұлан ұйымының президенті ретінде қандай басты мақсат қойдыңыз? Және осы лауазым сізге қандай тәжірибе берді? Жас ұлан президенті атанған соң, әрине, бағана айтқандай жауапкершілікке үйрендім, ол ең бастысы. Сонымен қатар біздің мектептегі оқушылармен тіл табысып, қарым-қатынасымды жақсарттым. Ең басты сол жауапкершілік болды. Маған берілген тапсырмаларды, қандай да бір мақсаттарды тез және эффективно орындауға барынша тырыстым. Ол маған өскен кезімде үлкен тәжірибе болады деп сенемін. Қызыл аттестат пен үздік оқушы болудың сыры неде? Сіздің ойыңызша табысты оқу үшін ең маңызды нәрсе не? Сыры деп айта алмаймын енді, бірақ табысты оқу дегеніміз ең басты төменгі сыныптардан бастап оқуды тастамай барынша оқуға тырыссаң, ешқандай тақырыптарды қалдырмай, сол кезде оқу жеңілдірек болады деп ойлаймын. Кітап оқу сіздің хоббиіңіз екенін біліп жатырмыз. Сізді шабыттандыратын немесе ерекше әсер еткен кітаптарды айта кетсеңіз? Кітап оқу жайлы айтатын болсақ, мен көбінесе орыс тілінде оқимын, ал шабыттандырған немесе ерекше әсер берген кітаптар ол Фицджеральдтың «Великий Гэтсби» кітабы және Фрэнсис Бернеттің «Таинственный сад» кітабы. Екі кітапта да мен өзіме жаңадан ақпарат алдым да, ол маған өзіме личность ретінде қалыптасуға көмектесті. Өте керемет. Болашақта қандай мақсаттарға жетуді жоспарлайсыз? Өзіңізге қандай арман, мақсат қойғаныңызды айта кетсеңіз? Болашақта осы мектепті жақсы бітіріп, жақсы оқу орнына түсуді қазіргі уақытта мақсаттаймын. Сонымен қатар болашақта мықты маман болып, тұрақты табыс табу, сол ең басты мақсатым бірі. Өте керемет. Сұхбат соңында жас буынға қандай кеңес берер едіңіз? Жас буынға берер кеңесім ең бастысы білімге деген құштарлықтарыңызды ешқашан жоғалтпаңыздар, әрқашанда өздеріңіздің армандарыңызға қол созып, әрқашан оны ұмытпай, барынша тырыссаңыздар, сол кезде ғана өз мақсаттарыңызға жетесіздер. Жалынды әрі керемет жауаптарыңыз үшін алғыс айтамыз, Маржан.
келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен болған Ұлпан Ерғалиқызы.